Сәлем достар, мен Берипикс. Бүгін сендерге ағылшын тіліндегі модалды етістіктерді айтып түсіндіретін боламын. Модалды етістіктер басқа етістіктерге қарағанда орны ерекше етістіктер болып есептеледі. Себебі бұл етістіктер сөйлемде көп кездеседі. Бұл модалды етістіктердің қатарына can, must, may, ought to, should да кіреді. Ал енді ретімен тоқтала кетейік. Can модалды етістігі қабілеттілік, қолынан келу деген мағынада қолданылады. Мәселен, I can, мен істей аламын. Can I, мен істей аламын ба? деп сұрақ қойған кезде қолданады. Ал can етістігінің өткен шағы could, яғни canның өткен шағын білдіреді. I could, мен істей алғанмын. Ал сұрақ қойған кезде could I, мен істей алғанмын ба? Ал келесі етістігіміз ол must деп аталады. Бұл must етістігі міндеттілікті білдіреді. Мәселен, I must, мен міндеттімін. Мен бұл жерде қысқаша айтып тұрмын. Ал сұрақ қойған кезімізде must I, мен міндеттімін бе деген сұрақ беріп тұр. Бұл жерден көп мағынада сұрақ қоюға болар еді, бірақ мен қысқа ғана жауап ретінде қойып тұрмын. May модалды етістігі басқа етістіктерге қараған кезімізде рұқсат сұрау етістігі болып есептелінеді. Яғни істің орындалмас бұрын істің рұқсаттылығын білдіреді. Рұқсат сұраған кезімізде қолданамыз. May I, мен бірдеңені істей аламын ба деген кезде қолданады. May I do something, мен бірдеңе істей аламын ба? Келесі етістігіміз ол should. Should бірдеңеге кеңес берген кезде қолданатын етістіктің бірі. Яғни іс-әрекет тікелей кеңес беру. I should to take, мен ала алатын едім. Should I to take, мен алатын бедім. Және тағы да басқа сөздерді қолдана аламыз. Бұл тікелей кеңес берген кезде қолданатын етістік. Да етістігі. Бұл да деген батылды бару, бір іске батылы бару, жүрексінбеу деген кезде қолданатын модалды етістік. I da hate you, мен сені ұруға батылым жетеді. Da I hate you, мен сені ұруға батылым жете ме? Тағы да басқа сөздерде. ought to. Бұл етістік
тікелей шөтпен байланысы бар етістік. Екеуі де бір мағынаны білдіреді. Бірақ бұл етістік ол етістікке шөт етістігіне қарағанда төменірек етістік. Яғни бұл өте жеңіл естілетін етістіктің бірі. I ought to press. Мен баса аламас пекенмін. Ought to I press. Мен баса аламын ба? Дегендей сөздерде. Сіздермен болған Berry Pix. Біздің каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Және келесі видеоролик міндетті түрде сіздермен бірге шығады.